Ал енді осы пушканы мен сіздерге жағып көрсетуім болам. Міне басында осылай 1 литр майды аламыз да, осы жерде осындай құятын горловинасы бар. Осыдан ақырын құямыз мінекей. Көргеніңіздей өзі ақырын кетіп жатыр. Осылай 1 литр атырауатын осы жерден құятын боламыз. Мына жерден через горловин арқалы өтіп, мынаның ішіне қарай, мына отсекке, камера сгораниеға қарай 1 литр майымыз барды. Сосын мынандай заранее дайындап қойған тряпкамыз бар, ішіне кішкене салып жібереміз. Мына от жанған кезде көмегі болады. Сосын мінекей бұл жерде смес бар. Жартысы бұның бензин, жартысы солярка. Осы жерден құйып жібереміз міне. Осылай где-то 150 граммдай. Болды. Енді жаққан кезде бір мына іштегі газдан қылапок болмастық үшін кішкене мына газды қашыратқан боламыз. Енді болды, кішкене боздық береміз. Әнекей от ішіне қарата өтті. Мына есігін жауып қоямыз енді. Осылай где-то әр минут сайын боздықтың оборотын күшейтіп баратығын боламыз. Мінекей от жағу процесі басталып кетті. Енді мына пушкамыз, мақсат бұл жерде пушканы 10 минуттың ішінде жақсылап қыздырып алу. Мына пушка темір жақсы қызып алған соң, мына жақтан ағызып қойған май уже барғандай уже жағып алдыға қарата жалын қылып шығара беретұғын болады. Енді мына өздерің көріп тұрғандай, мінекей пушкамыз өзінің рабочий температурасына шығып алды. Міне өздерің көріп тұрғандай бірнеше секундтың ішінде алюминді ерітіп жіберді. Өздерің көріп тұрғандай, жалыны где-то 2,5 метрге кетіп қалды. Температура 500 градус, сыртының өзі аузынан где-то 1000 градустай ыстық шығып тұр.